Саламатсыздар ма? Өтіп кеткен тақырыпта Карс аймақтарының бедер пішіндерін қарастырып кеттік. Карлар дегеніміз не? Карстық шұңқырлар, оқпандар, карстық көлшектер дегеніміз не? Кара ол еске алып кетейік, микробедер карст пішіндерінің. Кары деп ол тереңдігі 1-2 метрге жететін карбонатты тау жыныстар бетіндегі көптеген жарықтарды, жылғаларды және соларды бөлетін кішігірім үшкір тіске ұқсас қырқалар жүйесін айтады. Мына жерде карлар суретін көріп отырмыз. Ары қарай жалғастырсақ, тақырыбымызды біз карст шұңқырларын қарастырып кетейік. Лёс дегеніміз не? Карстық пішіндерге тән ерекшеліктердің бірі олардың сыртқы бейнесінің тұрақсыздығы. Байқап отырсаңыздар, осы сурет бойынша, айтылған тақырыптар бойынша, мәліметтер бойынша бір пішіннен екіншісіне ауысып отырады, қарап отырсаңыздар. Мысалы, кішігірім жайпақтау келген тұйық көлшектер, карстовые блюдца дейді оларды. Тереңдей бере карстық шұңқырларға ауысады, ал карстық құдықтардың ернеулері тегістеле келе тағы да сол карстық шұңқырлардың түзілуіне әкеп соғады. Мына жерде суретте айтып кетуге болады, карстық шұңқырлар, Гвоздецкий бойынша сурет, ары қарай лёс топырақтардың үстінде қалыптасқан карстық сульфидик шұңқырлар. Егер оқпандардың, панорлардың түбі және ірге жағы одан әрі карст процесіне ұшырай берсе, олардың көлемі ұлғайтып түбі тұйық табиғи құдықтар тереңіне үңгірлермен қосылған таяз каналдардан тұратын шахталарға айналады. Жаңағы суретте көргендеріңіздей, карстық құздар табиғи шахталардан басталып, горизонталь және көлбеу галереямен алмасып, терең вертикаль карстық жүйені құрайды. Олардың тереңдігі 1,5 километрге жетуі мүмкін, мәселен тереңдігі 1332 метр. Пьер Сен-Мартен деген карстық құздарының бірі Пиреней түкпірінде, ал Карлы Снежная деген карстық шахтаның тереңдігі 1370 метр. Карстық шаңырау Кавказда да кездеседі. Осындай карстық шахталар жер қойнауларындағы терең қабаттарында тік бағыттай, кейбір бөлімдерінде екінші немесе жазық бағытқа ауысады. Оймауыттар, полия дейді орысша айтқанда, көлденеңі бірнеше километрге, кейде ондаған километрге жететін табаны тегіс, жан жағы тік тұйық ойпандарды атайды. Югославияда Попова поле деген карстық пішіннің көлемі 180 квадрат километрге жетеді. Олар бірнеше қазан шұңқырлардың бір-бірімен қосылуынан немесе жер астындағы карстық қуыстардың төбесі опырылып құлап түсуінен пайда болады. Кейбір ірі пішіндердің жаратылысы тектоникалық құрылымдарына байланысты. Жоғарыда айтылып кеткен Попова поле карстық ақпан негізінде мультитектоникалық құрылымның орта бөлігінде орналасқан. Әдетте апандар түбі құрғақ, бірақ мезгіл сайын тұрақты түрде
суға толып көл немесе өзенге айналады. Мына жерде міне карстовый блюдцаның көрінісі, жаңағы айтып кеткен панорлар, жер астындағы жарықшақтар бойымен аққан сулар ірге жақтарын ертіп отырады. Оны мен үстінде айтып кеткенмін ана жолы. Сонда жазық және көлбеу бағытта таралған көптеген тарамды қуыстар жүйесі түзіледі. Олар бірде адам еңкейіп әзер өтетін тар, бірде кен және биік төбесі күмбезделе иілген зәулім салтанатты сарайға ұқсаған жер асты гроттарды құрайды. Осындай әр көлемді жер асты қуыстары бір-бірімен қосылып, үлкен үңгірлерге айналады. Үңгірлер планда жан-жаққа ирелеңдеп, бойлық қима сында көлбеу баспалдақша кертпештенген кең ауқымды қуыстарға бөлінеді. Нақты айтқанда, үңгірлер жердің үстіңгі бетімен бірге немесе бірнеше саңылаулармен, яғни жарықтармен ұштасатын, жер астындағы көлемі біршама ірі келетін карстық қуыс. Олар тау жыныстарының еруінен сумен сілтілеу және шайылу арқылы, сондай-ақ суфозия, сазды карст, абразия және тағы да басқа процестер нәтижесінде пайда болады. Енді ары қарай қандай қабаттар құрайды екенін біз келесі жолы жалғастырып кетеміз.